Ақан сері романы. Ақан не деген мейірімді жан еді. Керғұнанды баласындай бақты. Өзі туған Қараталдың түбінен бұған арнап жеке құдық қазғызды. Жаздың ыстығында көлдің жылымшы суына суармай, қауғамен тартып, құдықтың мұздай мөлдір суын әпереді. Күнде сары көлге апарып сабынмен шомылдырып, жал құйрығын тарап әлпештейді. Мұндайда Керғұнан керіле түсіп рақаттанып, умасы салбырап, маужырап тұратын. Алғашқыда отқа қоя бергенде аяғын шідерлеп, не тұсап жіберетін. Кейін қолға үйретіп алды. Ақанның қолынан тұңғыш рет қант жеп тәттінің дәмін алған Керғұнан иесінің дауысы шықсақ шапқылай шауып келеді. Келе ойнақ салады. Тісін батырмай ернімен жыбырлатып, иесінің құлағымен ойнап, пұшпақ бөркін ала қашады. Иесіне әбден бауыр басып алды. Осы кезде құнан жарысына түсіп, ылғи озып келетін болды. Қалың қар түскен қыс, құлагердің дөнен шыққан кез, иесі бұған қызыл қайыңнан жеке қора салып, айналасын шыңылтыр қармен аққалалап қоршап тастады. Күн ұзын аңғуып қара сорпасы шығып келгенде, қышыма болмасын деп аязға басын кегжите байлап, түн ортасы ауғанда барып осы мұздай қораға таң асырып қояды. Ондай түндерде Ақанда да ұйқы жоқ, қайта-қайта шығып, шаңытқан қыраулы арқасын сүртіп, танауына қатқан сүңгісін алып, соқталанған жал құйрығын тарақтайды. Жылы қоралардағы әтештер қанатын қағып шақырған таңның бір кездерінде барып суарып, қарға жем төгіп, үстіне қалың жауы жауып, жылы бүркеп, мойнынан еркелете қағып, өзі де ұйықтауға кетеді. Сол жылдың жазында алыс сапарға шығып, ұлы бәйгеге түсті. Алдынан келген құлагер өзіне қарай лап қойған көмбедегі адамдардан үркіп, жонға ала қашты. Ұшқыр қара бедеумен қуған Ақан ысқырып шақырса да, басындағы адамға бой бермей лағып кете берді. Иесі сол жолы қатты ашуланды. Тұла бойы дірілдеген құлагер қамшының астын алар ма екен деп, көз алайып үрейленіп тұрды. Бірақ иесі тиген жоқ. Әй қанатым-ай, сөйтем екен, адамнан үріккенің не? Мұнша кісі киік болармысың? Мен сені солай үйретіп пем деп кейіп артынша ұмытып кетті. Ол кезде мұның бесті шыққан кез еді. Сол жиында әлгі мінезі үшін үркеккер атанды. Бұл қалың жұрттан соңғы үрку еді. Содан кейін адам баласынан үркпейтін болды. Құлагер өз атын жақсы біледі, себебі иесінен талай рет естіп, осы менің атым болар-ау деп жобалайды. Ақыры дағдыланып кетіп еді. Өзін қыздай еркелететін Ақан бұған небір жақсы аттарды қоймады. Кер тайлағым, үркеккерім, құлагерім, маң-маңгерім, қурайгерім, дүлдүлім, қанатым, пырағым деп шақырса, құлагер еркелеп кеп иегін артады. Әнші иесі бұған арнап небір тәуір әндер шығармады. Маң-маңгерге салып баяулата тамылжытқанда, бұл да ән ырғағына қарай иесін тербетіп, құйрығы бұлаңдап ырғала басады. Иесі ер тұрманын әбзелдеп, мұнымен қыз дауылды көп аралаушы еді. Ақан танитын қыздарды бұл да жазбай таниды. Олар да құлагерді көргенде қуанысып, мойнынан құшақтап, иесі құсап, маңдайынан иіскейтін. Небір жақсы тұмар үкі болса, осының кекіліне байлады. Ақанды қыз атаулы өліп өшіп жақсы көрсе де, көбінесе жолы болмайтын сияқты. Құлагер оны қабағынан таниды. Қанша кейіп қайғырып жүрсе де, ашул иесі мұны бір ұрып көрген емес. Жас күнінде жеген бешіктен кейін таяқты ұмытқалы қашан. Иесінің қолындағы қамшы селтең ете қалса, қорқып ала қашатын құлагер кейін оған үйреніп алған. Қол қамшыны иесі тек сәндік үшін ұстайтын сияқты. Оның тілегін тақым қағысынан аңғарады. Міне, адам деген қандай мейірімді, жылқы баласына бұдан асқан дос жоқ. Ендеше қазір не болды? Шекесіне соққы қайдан тиді? Әлгі бір жат адам жанаса бергенде болды бір кәдік. Жоқ, адам баласы үйтпейді. Мүмкін нажағай түскен шығар. Мұның шекесіне тиген жайоғы болар. Ана жылы жыланды жағында жүріп,
көз алдында өлген бір биені көргені бар. Аспан жарылардай боп шатыр көтірете қалғанда айдай әлем жап-жарық болып кетіп, әлде бір нәрсе сатыр етіп түскенде жауын астында бүріскен қызыл бие мұрттай ұшқан. Бауырына тығылған құлына ештеме дарымай, есі шыққан жас мал айдалаға безіп шақпылап кете барған. Бірақ бүгін аспан шайдай ашық емес пе еді? Қайдағы жайық? Неде болса адам емес. Екі айғыр таласса ортасына шыбын-шіркей боп түсіп, көкке қарғаған болат тұяқтан қаймықпай, басын ажалға тігіп айыратын адам баласы тап мұндай қатыгездікті жасамайды. Зұлымдық адам баласының қолынан келмейді. Ол тек мейірімділікке жаратылған. Құлагер осының бәрін бір сәтте ойлап өтті. Қанды көзінің алдында бар тірлігі, қызықты шақтары үзік-үзік боп лезде өте шықты. Талып жатқан мөңкеде есін жиып, ақсай басып келіп құлагердің үстіне құлындай түскен. Жолда бір ауылда ақан тіктіріп берген ақ зонт көйлегін дар айырып, құлагердің шекесіне басып боздап отыр. Құлагердің тынысы тарылып, демі таусылып, қорылдап қырылдай бастады. Қап-қара бұлт төніп селдет өткен қатты жауын көзіне ұйыған қанды шайып, қараңғы аспанға соңғы рет қарады. Ақанын іздеп соңғы рет кісінегісі келді. Бірақ ерні ғана жыбырлап, дыбысы шықпады. Тұла бойы сіресіп тартылып бара жатыр. Осы кезде шақпылаған ат дүбірі еміс-еміс естілгендей болды да іле, қарағым, қанатым деген иесінің дірілдеген даусы дәл құлағының түбінен шықты. Ақтық рет ышқырып басын көтеріп алған құлагер сараттан домалай түсіп тізерлеп отыра кеткен ақанның құшағына жағын төседі. Иесінің үстіде шылқылдаған су екен, ағыл-тегіл боп аққан көз жасына малып алғандай. Айдалада жалғыз қалдырмай жеттің бе? Үлгердің бе? Менің қазам енді жеткен шығар. Ризамын саған, бақыл бол деп кісінегендей болды. Бірақ тағы да үні шықпай, ерні жыбырлаған күйі көзі жұмылмай қалды. Оқыс тұяқ серпіп, қинала керілген құлагердің ашық қалған көзінде мөлтілдеген жас төгілмей тұнып тұр. Ақанның көзінен бір тамшы жас әлгі көлге үзіліп түскендей, жан біткендей дір етті. Ақан ақ ұрып, 10 жыл серік болған аяулы досының жансыз көзін жапты. Түн тастай қараңғы, қапырық, көкпарға тартқан қара текенің жүніндей сабалақ болып, ереймен аспанын қалың бүркеп, жаумай сіресіп тұр. Айы күні жеткен буаз биелердей қарны салбыраған бұлттар, асқа тіккен 300 үйдің үстінен басып төніп алған. Аспан мен жердің арасы құрық бойындай ғана тынысы тарылып тұр. Паң Нұрмағамбеттің 12 қанат ақ үйінің маңында да қара бұлттай торлаған қалың жұрт. Бәйгеден аттар келе есін жиған жұрт жолда құлап жатқан құлагер жайын шабандоз балалардан естіген. Ауыздан ауызға тараған суық хабар Қусақ көлінің арғы қырқасындағы момын, марғау жалшыларға дейін жайығындай жеткен. Қазақ даласында бұрын соңды мұндай сұмдықты көрмеген, естімеген жұрт жағасын ұстап, ақынға жанашыр жандар көкөзекке жетіп, атының басын құшақтап, үнсіз күрсінген ақанды жұбата алмай, біразы кейін оралған. Кешкі астарына да қарамай, бай үйінің маңын торып, үйдің ішінде гүжілдеген шонжарлардың әужайын аңдып, сөз сыңайларын бағып жүр. Кешкі намаздарын оқып, Нұрмағамбет үйіне жиналған 300-дің мықтылары бағана кейінгіге қалдырған күрес пен ат жарыстың бас бәйгесін бөлісу жайына тірелген. Бәйгеге арнайы бөлген адамдар өзара біраз керілдесіп отырып, ақыры бір шешімге келді. 2 түйе балуанның күресі итжығыс, бәйге Әліпқалимен жасағанға қылдай бөлінсін. Енді ат бәйгесіне келгенде қарны алдында салбыраған месқарын біреу қырылдай отырып сөйледі. Мен түк түсінбеймін. Алдымен келген аттар еш талас жоқ. Осыны кейінге қалтырып жүрген кім? Біреу таласып отырма. Бірінші келген қолай көк, одан соң алат.
Kör almagan bireудің білігі де, кім өзі бас бәйгені кейінге қалтырып жүрген, деп кигіз үйдің оң жағында қос жастыққа шынтақтап жатып қымыз сімірген Батыраш мұртын жалады. Көзіме түссе көрерім әусіресін. Бас бәйген алдымен келген қолай көк алмағанды әкесінің басына берем деп жүрме? Мен едім оны айтқан, деді даусы саңқ етіп, ояздан кейінірек отырған сақ құлақ. Іштегілер үрписе қалды. Қисайып отырған Батыраш суырша қақшиып басын көтеріп алды. Сыртта құлақ түрген біреулердің: «Ва, бәрекелді, осылай болса керек еді Әділ би» деген үндер шықты. Ұлпадай мамықты бауырына басып аяғын кереге қарай жіберіп, ащы суды сіміріп масайған Ояз ғана басын көтерген жоқ. Тілмәш арқылы сөздерін аңғарып, ызалы отырған Анна Ивановна сақ құлаққа көзін төңкере қарады. Аяғы сынған әліп қалимен жасаған бас бәйгені бөліскенде, айдаладан мерт болған құлагермен қолай көкте бөлісетін шығар, деп сақ құлақ оқты көзін қадады. 300-дің шонжарлары жамыраса дуетті. «Ой, сәке, қайдағы құлагерді айтып отырсыз? Көзіңізбен көрмеген атты мерт болды дейсіз, мүмкін сүрініп өлген шығар». «Қайдағы бір дауды бастағаныңыз не? Қызық екенсіз өзіңіз. Онша да мұнша жүріп жолда қалған аттың жырын жырлағанды көргенім осы. Мұнысы несі? Көз алдымызда өткен қолай көк алмағанда. Жоқ нәрсені қоңырсытқаныңыз қалай? Өлер ат өлді, оның жоғын жоқтайтын не бар?» Сақ құлақ өзіне жабыла түскен мойындарында медалдары жарқыраған болыстарға тіл қата алмай, басын төмен салып ойланып қалды. Жалғыз сыраған сақ құлақ тесік жақтан бақылаған Жайық қарт кіріп келді осы кезде. Шидем шекпеннің етегін кісе белбеуіне қайырып алған, есіктен аттай бере тамағын шешіп алып, ішіндегі тақиясын киді де бір тізерлеп отыра кетті. «Алдияр тақсырлар, кеші өтінем баса көктеп кіргеніме. Құлагерді жоқтайтын мен бармын. Мен аз десеңдер осы үйдің сыртында тұрған жұрт бар», деп шамырқана сөйлегенде, бір ауыз тіл қатпай паңданып ыңырана түсіп отырған Нұрмағамбеттің көзі шарасынан шықты. «Мынауың кім еді? Қайдан шыққан неме?» деп сүзеген бұқаша көзілдірігінің үстінен қарады. «Әй, Нұрмағамбет», деді Жайық қарт енді қаһарлана түсіп. «Мынауың кім дейсің? Бұдан сыпайырақ сөз аузыңа түспеді ме? 4-5 күннен бері тойыңа келген көп тобырың астайындап, отыңмен кіріп күліңмен шығып жүрген көп жалшыларыңның бірі болсам да, кешегі сағынай әкеңмен тұстас мен емес пе? Білгің келсе айтайын, атым Жайық, Сібірің 2 рет айдалған қазақпын. Руым Керей, нағашы жұртым Қарауыл. Сол Қарауылдың дауын даулай келдім. Маған құлагердің бәйгесі керегі жоқ, құны керек». «Иә, құны керек. Кім өлтірді, тауып берсін», деп сырттан кіжінген біреулер айғай салды. Шонжарлар оя жаққа қарап еді, ол мұрты езуіне түсіп, қолындағы кесені шалқалап төңкерді. Жайбарақат екпеттеген күйі етке қолын салып уыста басып жатыр. Сөзде, дауда шаруасы жоқ. Молдас құрып шақшасын қаға берген Батыраш кекете сөйледі. «Керей қайда барасың, сырдың бойынша қалап дегендей, көшіп қонып жүріп Сарыарқаны паналап едің. Кірме керейлер, енді жалшыларыңды бұлай дікілдетесіңдер. Мүлдем азып тозайын деген екенсіңдер. Қайда барып күн көрер екенсіңдер енді?» «Біздің қамымызды ойламай-ақ қой», деді босаға жақтан біреу. «Әй, Батыраш, сондай қаңыр сөздің не керегі бар? Бәйгеңді аласың, саған қарсы тұрған кім бар?» деп еді Нұрмағамбет. «Көлделең сөзге қуыстанған ғана қышынып кіріспей ме? Түбінде бір кәкір болған соң шыжалақтайды да», деп Жайық Батырашқа бұрылып еді, анау көз шатына байғай салды. «Әй, алжыған шал, мен сенің керейің емеспін. Қазір сақалыңнан сүйретіп, бақырған текеше тек білетермін». «О, көргенсіз, құлагерді өлтірткен сен жауыз, сенсің жауыз». Батыраш орнынан атып тұрды. «Не дейт мына ит, не дейт? Ал мен, сен немді қыласың, жігіттер, жиналыңдар. Ойбай, мына керейлердің шағын қағыңдар, жаман итіне басындырып қойғандар ма?»
деп ұмтыла бергенде басқалар етегіне жармасты. Оу да шу. Отыр әрмен елірмей, деп сәбетіне көшенұлы айғай салғанда Батыраш басыла берді. Енді есік жақта сырттан анталағандар шулап кетті. Әліп қали келді. Әліп қали? Екі жағында сүйенген екі жігіті бар. Бір аяғын қалың кигізбен қаптап, шанды борап тастаған еңгезердей, өң жоқ түс жоқ Әліп қали кіргенде аруақ тірдіп келгендей көрінді. Жігіттерге бой бермей төрт тағандап үйден шығып, осылай қарай сүйретілген ашулы ызалы балуанды ешкім тоқтата алмай, ақыры қолтықтап жеткізген. Бір аяғымен ақсаңдап әдеттенбеген жігіт сынық аяғы жерге аңдаусыз тиіп қалғандың ырана шалқалап, әппақ азуларын қашырлата шайнайды. Қалың қабағы түйілген жалпақ бет Әліп қалидың өңінде бір қасық қан жоқ. Күнге күйген кенептей торсықтай шекесінен саулаған моншақтай тер, көзге қу жапырақтан сорғалаған жауындай бетін жуып кеткен. Қанталаған көзін отырғандарға қадап, «Батыраш қайда? Батыраш әкеңнің!» деп арыстандай ақырып, айнала тінте қарап тұрды да керегеге жабысып, жапалақша жарбай үні шықпаған Батырашты көрді. Үй ішіндегі шонжарлар недерін білмей қалшиып сасық балған. Екі қолын жайып, уықтай саусақтарын бір күттің тұяғынша бүрістіріп, «Буындырып өлтірейін!» деп екі қолтығындағы екі жігіт екі жаққа серпіп жіберіп, атылған Әліп қали киіз аяғымен жер соққанда жан даусымен айғай салып ет-бетінен түсті. Дөңбөктей денесі сіресіп талып қалды. Түйеші жігіттің ожар қылығынан өзі дүрейленіп отырған Сағынғали есін жиып, «Алып кетіңдер, о өнегесіз ұлағатсыз неме, тәрбиесіз өскен қарағұл әкетіңдер», деді шыңгірлеп. «Апыр-ай, сынығы ашылып кетпесе егеді Құдай-ай», деп басынан демеген жайықпен бірнеше жігіт қолдасып Әліп қалиды арыстай ғып көтеріп шықты. Осынша опыр-топырға мән бермеген Ояз тағы бір кесені төңкере салып, орыстың бір ескі өлеңін аңылдап әйелін қолтықтап теңселе басып шыға берді. Анна Ивановна мас күйеуіне қарсыласпай үнсіз ерді. Бұл кезде кештен бері астыртын дайындап қойған Батыраштың бір топ жігіті сойылдарын сүйретіп дүсілдетіп, Нұрмағамбет үйінің сыртын қоршап алған. Есік жақтан белгі күткен Батыраш енді есін жиып, беті қабарып, бұжырлары жыбырлап, орнынан атып тұрды. Артында жатқан қоңыр желбегейін ашулана киіп айғай салды. «Әй Нұрмағамбет, әй керейлер, бұл не басынғандарың? Қарауылдың жаман тышқағына бола көрінгеннен сөз естірттің. Ерегессем ат түгіл адам өлтірем, ал қолымды қағып көр. Қазір исі қуандықты қаптатып ошағыңды ойрандамасам, Батыраш атым жерге кірсін. Қайсың барсың қуандыққа көлделең тұрар. Сағынайдың азасына шақырған екен десем, жаман мәстектің өліміне Құран оқығал жиналған екен ғой. Ендігі жауым керей сенсің!» Сырттағы жігіттерде сойылдармен жер соғып дүрсілдетіп лап қойғалы тұр. «Тоқта Батыраш!» деп тағы араға Көшенұлы Тұрлыбек түсті. Өзінің құрсары керейіне тигізген айпара сөзіне намыстанса да сездірмей жымысқы қулығына басты. «Айпырмай, сен де бір түймедейді түйедей қып әкетеді екенсің. Сенімен таласқан кім бар Батырек-ау? Сонша бұлданатын не болды?» «Байқап сөйле Тұреке, енді сен түгіл Ақпатшаның өзі келсе даянарым жоқ». Осы сөз Тұрлыбекке демесін болды. «Батыраш, Батыраш, сөзіңді қайтып ал. Ақпатшадан не шаруаң бар? Ол саған қуандықта керейді емес. Байқа, байқа. Арыстан айға шауып мерт болыпты. Бір жол Ояздың құлағына шалдырмай-ақ қояйын», дегенде Батыраш аңдамай жаза басқан өкініп сабасына түсе берді. Осыдан соң көзілдіргін шешіп деммен шынысын буларды да қалтасынан көл-көсір шайы орамал алып баппен сүртті. Содан соң Нұрмағамбет маңғаздана отырып, даусы естілер-естілместен сөйлеп кетті. «Ағайындар, көңіл жұқпас туыстар, қуанышқа да қайғыға да ортақ достар, әлі қоштасар күн алда. Әкейдің асы той. Тойға келген жарандар, аунаңдар, қунаңдар. Әлі 10 шақты күн жатасыңдар. Ойында думандалда.
желінбеген, ішілмеген сыбаға далда. Ойда жоқ жерде әлгі бір ақан дегеннің, қаңғып келген ақанның қаңғырып өлген атына құн түгілі бір уыс жүн берер жайым жоқ. Қарауылдың есуас шайқысын мұнда ешкім шақырған жоқ. Өз аяғымен келді. Өз аяғымен кетеді. Оған керейде басқада кінәл емес. Ел кезген жымпері сал серлердің өлімі де сол кер атындай болатын әдеті. Тек түсін алмағаным, соған сәкеңнің жанының аши қалғаны. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ, әділ биде әзіл жоқ деушеді. Сәкеңнің жай әшейін әзілі қалжыңы болар. Өзіміз ғой, кейін оныста жатармыз. Ал қазір әкейдің атына Құран оқып, дәмге бата қайрайық. Енді ақан, мақан, құлагер, сұлагер деген дауыз қалмайық. Кетсін әрмен, шақырусыз шайтан сапалақ. Басына сәлде салған имам жүткірініп алып ыңырана түсіп Құранды мақамдай бастап еді. Сақ құлақ тізерлей отырды да жүгініп шүйліге түсіп, тұра тұр деген белгі берді. Асты атқару міндетін мойнына алып, бастай ашы болған сақ құлақ той жайлы, келесі күннің қызық ойындар жайлы бірден айтар деп имамда жұртта үнсіз қарасты. Вай жамиғат, қазақтың жақсымен жайсаңа, 300-дің баласының басы бірігіп отырсыңдар. Мұндай жиын бола бермес. Енді басымыз бұлай қосылғанша кім бар, кім жоқ. Мен ертемен кететін шығармын бұл арадан. Той басқарып жүріп енді қалған жағында жазықсыз жандардың көз жасын арқалап жайраңдап жүрер жайым жоқ. Сақалым ағарған әділдіктен таяр жаңылар жайым жоқ. Осы күнге дейін айдаған малымды алған абыройымды елге сақ құлақ атанған атымда әділ жолым. Оған бастаушы жалғыз жүрегім, оны айтар тілмен жақ. Сол жүрек қартайғанша, сол тілмен жақ саудырап түскенше, сақ құлақ атанып қалмақ. Жаңа Нұрмағамбет сөзін тыңдадыңдар, енді мені тыңдаңдар. Кетіп бара жатқан есе қайырғым келіп, айтысқа түсіп отырғаным жоқ. Тек қара сөздің ыңғайына қарай кесім айтайын деп отырмын. Сағын аясын естіген келер ұрпақ, апырмай, жөн жоба білетін қазақтың бір ақсақалы болмағаныма деп кеймесін. Айтпай кетсем, о дүниеде Құдай алдында жауапкер, ұрпақ алдында айыпкер болармын. Тыңдаңдар енді. Деп сөзді әріден түптеп тарту ыңғайланған сақ құлақтың сөз саптасынан қаймығып, Нұрмағамбет паңдығын ұмытып түлкі бұланға салды. Сәке, оны кейін ақ айтпайсыз ба? Үлкен тілек үстінде аруақтардың ататалып отырған аста сақ түйек әңгімені қайтеміз. Сақ құлақ паң Нұрмағамбетке мойында бұрған жоқ, шешіліп сөйлей жөнелді. Сендерге мейлі ұнасын, мейлі ұнамасын, мен ақан жайын, құлагер жайын сөз қылмақпын. Осы ұласты онан басқа не сөз қалды? Одан басқа не белгі бар? Осында ақан келгелі қаңғырған дегенді қашан кеткенше айтып, қарғаша шуласасыңдар келіп. Бұл қазақ баласы біріңді бірің мұқатардағы ауылыңды, руыңды кемсітердегі сөзің. Қай атан қаңғырмай, қай қазағын қыдырып көшіп қонбай күн кешіпті. Сонау 40-сан оймауыт, 90-сан торғауыт, құба қалмақ, қара қалмақтан бері 10-сан ноғайлы Орманбеттің кезінде Сақараны жайлаған қыпшақ болғалы, 32 баулы өзбектен тараған түрік қауымы сырға дейін келмеп педің. Сырдың бойын жағалап Қаратаудан құлдыраған қазақ кең сарыарқаны мекен еттің. Бас-басың рудан айдар тағып, жалғанның жалпағын жайласаң да, ындының тарылып, аспандай жер ұлтарақтай көрініп, біріңді кірме деп, біріңді пірге теңейсің. Үйсін алшын болат қожадан тараған 300-дің баласы басыңды қосып, бір шатырдың астында, бір биліктің қолында отырсаң да не істемесең. Бір болат қожадан тараған ақ қожа Қыпшақ, Қоңырат, Қара қожа арғын Найманды айтпағанда, бір арғыннан тараған 5 сопының баласы түгілі, бір мейрам сопыдан тараған 5 ата таласа қалғанда, өліспей беріспейтін дала тағысындайсың. Маңдайыңнан бақ, астыңнан тақ кетпейтіндей есіресің келіп,
Жақырыңды достай сыйласаң жат бойынан түңілмей ме? Бір қауымға, бір ұсқа бірігіп, жұмған жұдырықтай болама десе, далада шашылған малдай жайылып өз бетіңше күйсейсің. Бүгінде бір ояз келіп оқыранса, айғыр қайырған үйірдей ошарылып, соның ығына түсіп құйрығыңды чабыңа тығасың. 10 ояз 40 болысыңа тұратын ақандай саңлағың келсе, көрінгенің құзғындай саңғып қарғадай шұқисың. Ақан көлеркесі аққуың, көгеркесі сұңқарың емес пе? Ол қарауылда керейді емес, 300-іңе ортақ ерке серің, қазағыңның атын тамылжыған әнімен аспанға шығарар бұлбұлың емес пе? Оның шартарап құшқан көңіл құсындай, қанатындай құлагер қазақ милләті бәйгеге қосар дүлдүлің емес пе? Ақырыңды қанатынан қайырып, пырағыңды шабысынан айырып, дұшпаныңды мұқатқандай жайраң қағып отырсың. Өз аяғымен келді, өз аяғымен кетсін дейсің, Нұрмағамбет. Ақан әнші сал-сері қашан аяғымен келіп еді? Ол халқының әнімен, салтымен, сәнімен жүрмеуші ме еді? Қашан ол рұқсат сұрап даласында шақырумен, ояздың қағазымен жүруші еді? Ақан келсе, адам жүрегімен, адал жүрегімен келді. Сол жүрегі қазір қап-қара боп, өзі де, көңілі де қара жамылып, айдалада жалғыз зарлап отыр. Ол зар Ақанның ғана зар емес, ол зарлаған Нұрмағамбет сенің зердесіз паңдығың, Батыраш сенің зұлымдығың, Мұса сенің айлаң, 300-дің баласы сенің зарың, заманыңның мұңы замана шері. Ертең ұрпаққа сенің бүгінгі байлығыңда, бақталас күншілдігіңде жетпейді. Ақынның зары жетеді. Ертең сағынай асының орнында күл ғана, жұртында тышқанның қорығы ғана қалады. Асыңның атын шығаратын Ақан, құлагер. Қазір соның басына барып қайғысына көңіл айту орнына артынан топырақ шашып отырсың. Жоқ, сендер бір киіз үйге ғана сыйып отырған, сөлкебай таққан аз шонжарсыңдар. 300-де мың киіз үй, оның астында мың қауым бар. Ол ертең сендерден құлагердің құнын сұрайды. Жалғыз қарауыл деп отырсың ғой. Бөкіл қаралауыл Ақанын іздейді, әнін жоқтайды. Ендеше құлагерді өлтіріп, Ақанды жаралаған айыпкерді табыңдар. Оны табу қиын емес. Атты өлтірген жауыздық күншілдіктің көлеңкесі. Күншілдік жүрген жерде бірде көрініп, бірде көрінбей жүретін оның мәңгі серігі жауыздық. Құлагерді кім күндесе жауыздықта соның қолынан келеді. Табыңдар, айыбын аямай мойнына салыңдар. Сонда ғана сағынай бір аунап түседі. Сонда ғана қазағың аруағы риза. Сонда ғана бүгін ат өлтіріп ертең кісіге де шеңгелін салатын жауызға зауал, басқаға үлгі. Бұдан басқа айтар билігім де кесімім де жоқ. Сөзбен шешер әділ билік түтеленіп тозып барады. Оны да білем. Егер осы сөзім далада қалса, сөз танудан қалған қауым, сауысқандай тозған қауым сендерден ертең кетіп, құбылаға бетімді бір жола бұрам. Ендігі әділдікті о дүниеден тіледім. Орнынан бүгілмей тік көтерілген қапсағай сақ құлақ маңдайы қасқиып, ақ сақалы желбіреп шыға берді. Отырғандар мына шалалжин деген шығар. Мұны да бір түлен түрткен екен. Өлер шағындағы бір есірігі болар, деп оқты көзімен шығарып салды. Измайлов пен Анна Ивановнаның соңынан Павлодар оязы Перафон топта тысқа шыққан. Долдаса кергілескен көп жиынның қапырығынан құтылған бұлар желпініп түнгі даланы кезіп үй қалдында серуендеп ұзақ жүрді. Масаңдау Измайловта сәл тәлтіректей басып, аяғым үйіп қалыпты. Әлгі қазақтар аяқтарын бауырын алып, мола қарақұсынша тапжылмай ұзақ отыруға қалай талмайды, деп еді. Перафон топ құлана күлді. Оның өзі Петр Акакевич дала табиғатына байланысты ғой. Дала тіршілігі де сол адамдардың жаратылысындай бейғам.
бір отырған жерінде тым-тырыс мүлги беретін қалғаған тіршілік емес пе? Бұлар аяғын кең көсіліп белін жасар ма екен? Өзіміз кең көсілсек болмай ма? Олардың қамын ойлап шашыңызды ағартып қайтесіз, деп Измайлов ақылға қатты. Әрине, мен әшейін сөздің ретімен. Ел басқарған сіздер мұндай ойда болсаңыздар, бұл дала өлі көрпесін қалың қымтап, ұйықтап та кететін шығар, деп Анна Ивановна қосылды. Кешеден бері тым еркінсіп, тілмәшіне дейін қасынан қуып, ақаммен серуен құрған әйелінің қылығы ұнамаған Измайлов кекесімен сөйледі. Егер ұйықтап кетсе, түртіп оятарсыз барсыз ғой, Анна Ивановна. Сіздің қолыңыздан ақындардың сезімін оятуда келеді. Арақтың қызуымен өрескел сөйлеген күйеуінің сөзін ұнамаған Анна Ивановна сықылықтап күлді. Егер ондай өнер болса, мен өзімді бақытты санар едім. Бірақ дала қазақтары менен гөрі бақыттырақ екен. Олар менің сезімімді бұрынырақ оятты ма деймін, деп кесір сөйлеп тағы күлді. Аз күн болсам да көп араласқан сіздерден гөрі осы кең даланың келбетінде жітірек көргендеймін. Қазақ даласы тұнып тұрған ән екен. Қазақ азаматының өн бойы толып тұрған өнер екен. Мұнда да байлық пен қайыршылық, зорлық, зомбылық пен момын көмпістік түн мен күндей қатар өмір сүреді екен. Көне заманнан бергі халық тарихы кітапта емес, әр адамның аузымен айтылып жадында жатталады екен. Жер, су, тау, тас, өзен, көл қағазға түспегенімен әр қайсының көзіне көрінеді екен. Мақсат еткен зерделі әйелдің мына көрегендігі, шешен суы Перафон топқа да ұнамады. Бірақ тәрбиелі орыс қауымынан шыққан ақсүйек әйелдің алдында сыпайылығынан жаңылған жоқ. Жаратпаған пішінін қалжыңға жеңдіріп, жеңілғаны іліп сөйледі. Сіз өзіңіз бөтен жұрттың тарихын зерттеуге бейім екенсіз. Тарихшы, географ болуға лайықсыз. Тегі осы жаққа миссионерлік міндет атқаруыңызға да болады. Құдай тағала бізге ондай қабілетті бермеген. Біздің міндет малша жайылған қараңғы жұртқа жөн жосық үйретіп бір жобаға келтіру ғана ғой, деп күлді. Онда жаңағы жерде сол міндеттеріңізді неге атқармадыңыздар? Қазақтар екі ұдай боп дауласып жатқанда бір сөз айтпай шығып кеткендерің не? Әділдік айтып, жөнсіз кеткендерді түзейтінсіздер емессіздер ме? Анна Ивановна, егер қазақ арасында құру таласы, бәйге таласы сияқты ұсақ-түйекке араласа берсек, бар уақытымыз сонымен кетер еді. Бір елдің адамы екінші елге келгенде бар болғаны жөн жоқ үйретіп дұрыс жолға салып жүрміз дегенді қалай шімірікпей айтады. Ондай сөзді қырғыздардың миына құйыңыздар. Ал маған бұл жердің дариядай кең жері ұшан теңіз байлығы қызықтырады деп турасын неге айтпайсыздар? Сондай бүркеме жалған сөздің не керегі бар? Әлде мені надан деп ұғасыздар ма? Жарайды, байқаймын, жауап бергілеріңіз келмейді. Менде жауап күтіп тұрағам жоқ. Ал енді сіздің ұсақ-түйек нәрсе не? Анна Ивановна, сіз кейде баланың сұрағын қояды екенсіз. Бір ат өлген екен деп, сол үшін кейбіреулер шашын жұлып байбалам салады. Ит өлсе де құндайтын қазақтардың одан басқа ермегі де жоқ. Үй арасында ұсақ даудан аса алмайтын күйкі тіршілік. Егер сол ұсақ даудың астында үлкен қасірет жасса, қалай дер едіңіз? Жалғыз адамның, ақын әнші адамның аты мерт болып, байлардың дегені болып жатса, ол сізге ұсақ көрінеді ғой. Оның астарында не барын көргіңіз келмейді. Аннушка, қойшы Құдай үшін, деп Измайлов араласты. Әлгі бір композитордың аты болмаса, сен осынша таусылмасың, кешіре көр. Тап, біз үшін ит құсты әңгімелеудің қажеті аз. Анна Ивановна таза ауаны құныға жұтып, енді өзімен өзі сөйлескендей болды. Шіркін, қырғыз қайсақ не деген бақытты әрі бақытсыз ел еді. Ғасырлар бойы қалыптасқан цивилизациялық құлашы кең Россияға бағынған мал сияқты жайылған халық бақытты да, бірақ сіздердей бақташыларға кезіккен олар не деген бақытсыз сорлылар еді, деп ызалы күліп жіберді. Екояз бұдан әрі сөз жарыстырғысы келмей үнсіз қалды. Қуысақ көлінің қырқасына дейін барып, кейін үнсіз оралған Анна Ивановна тағы да әлгі әңгімені тірілтті. Сіздер ғой ит, құс, сақ, сөк дейсіздер.
Менің есіме Царско-сельский бақшасындағы бір қызық көрініс түсіп келеді деді. Одан да соны айтшы. Мынау алыс түкпірде Аляскада жатқан бізге қала тіршілігінен жаңалық айтыңызшы. Деп екі ояз әйелді ортаға ала қол қалады. Екатерина екі өмір бойы кешкен патшалық өмірдің ішінде ит жүгіртіп, аң аулауды қызық көрген екен. Неше түрлі асыл иттерді ұстаған. Әр сапарға шыққан сайын иттерінің аттарының жеміне есептетіп, қанша адамды ертіп жүрген. Бір күні кішкентай левреткасы Земира қайтыс болады. Патша қатты қамығып, ұзақ төсек тартып жатып алыпты, деп бастады Анна Ивановна. Қойыңызшы, тап үйтпеген шығар, деп Ферафон топ күліп жіберді. Мен сізге өтірік айтып ақалайын деген ниетім жоқ. Ғафу, айта беріңіз, қызық екен. Сарғайып жүдеген императрица граф Сегюрді шақырып алып, сүйікті марқұм қаншыққа жоқтау өлең эпитафия жазыңыз деп бұйрық етеді. Бұрын бір-екі рет алыстан көргені болмаса, иттің өмір баяны оншалық анық емес. Граф қысылып, өтірігім шығып қалса жаза тартармын деп үрейленіп, амалсыздан императрицаның өзінен иттің қасиетін сұрайды. Екатерина екі Земираның тұқымы асыл еді. Том мен Ледия деген ағылшының екі тамаша итінен туған, жаратылысы бөлек қаншық, бет аузыңды жалап, аймалағанда адамнан дасқан қылықты сүйкімді болатын. Анда-санда ашуланып, тістеп алатын ызақорлығы да бар еді, деп итінің мінезін қайғыра отырып баяндайды. Земираның қадір қасиетіне қанған граф Секюр күні түні қағаздан баса алмай көп ойланып, көп қиналып, эпитафия де Земир деген өлең жазыпты. Императрица бұл өлеңге қатты риза болып, көңілі толып, Царско-сельский бақшасына көмген итінің басындағы құлпытастың бетіне ойғызыпты. Екатерина екі тағы бір итіне өзі эпитафия шығарып, өз қолымен былай деп жазған. Под камнем сим лежит Дюшесса Андерсон, которую укушен искусный Рожерсон, деп Анна Ивановна күле түсіп әңгіме етті. Рожерсоны кім болды екен? Ол императрицаның лейб дәрігері болса керек. Әр итіне жеке-жеке дәрігер күтуші ұстаған ғой. Иттерді жерленген Царско-сельский бағында әлгі жазулы тастар осы күнге дейін тұр. Императрицаның бұл өнері кезінде аса дәріптеліп, кейін неше түрлі мадақ сөздер бүкіл Россияның саяси журналында басылған. Бұған қалай дейсіздер? Ит құсты сөз етпейтін уезд начальниктері, деп Анна әңгіме аяғын бірақ сылқ еткізді. Императрица иттерінің өлімін тағы да астағы оқиғаға кептірген Анна Ивановнаның сөзінен соң Ферафон топ қарқылдап тұрып рақаттана күлді. Күлкісінде ыза зіл бар. Измайлов та қосыла күлген болды, бірақ тез тиылды. Осы біз неге күлдік дегендей сымдай тартылған денесі тік ұзын бойлы оязға жатырқағандай қарады. Ферафон топ күлкісіндегі жарық шақты таныған Анна Ивановна да қосыла кекете күлді. Ваше благодарие, уезд начальник, сіз тым ұзақ күлдіңіз. Тегі императрицаның қылығы дала қазақтарының қылығынан да сорақ болып көрінді ғой деймін. Атамаңыз, Анна Ивановна, деп күлкісін күрт доғарған Ферафон топ байсалдана қалды. Менің күлгенім біздің үйде де тапсыз сияқты нәзік жүректі орыс әйел бар. Бұратана қалықтар оның жаны ашып, еті ауырып отырады әрқашан. Сіз де сондай бір қалыптан шыққандайсыз. Өйткені біз Россияны жақсы көреміз. Орыс халқы өз отанын сондықтан да анаға теңейтін болса керек. Россияның ұлылығын басқа жұртта анасындай сыйлап түсінсе екен дейміз. Сіз, Анна Ивановна, тым тереңірек кеттіңіз. Қырғыз қайсақ даласына ондай тереңдік жүрмейді. Мұндағы тіршіліктің бәрі жердің бір елі қыртысынан ары кеткен шөп тамырынан аспайды. Оған Россия матушка дегеннен гөрі
Россия власть дегенді ондырған пайдалы, әрі өте төте жол. Не деген қатыгез адамсыздар, деп Анна Ивановна мырс етіп ерінін шүйре күлді. Жерін жерлеп, суын сулап отырып, осындай сөздерді айтуға қалай ұялмайсыздар? Аннушка, деп тағы да қылық атып Измайлов қосылды. Біз мұнда жер су таба алмай келген жоқпыз. Ұлы Россияның болашағы үшін еңбек етіп жүрген жандарымыз. Солай, Россияның шекарасын кеңітіп, колониясын көбейту үшін жүрмін деңіздер. Ол түсінікті, бірақ сол үшін орыс халқының қасиетін құрбан етуге бола ма? Ол қандай қасиет, Аннушка? Сіздер білмейсіздер, немесе білгілеріңіз келмейді. Қазақ жерінде аз болсам да менің байқағаным, жергілікті халық сары орыстың бәрі орыс деп, орыс әйелінің бәрін матушке, яғни матушка немесе маржа дейтін көрінеді. Маржасы не? Ол Мәрия деген аттан шыққан, орыс әйелдерінің бәрінің аты Мәрия деп оққан. Айттым ғой, бұл қырғыздар өте сауатсыз, қараңғы жабайы халық. Жоқ, ол жабайлықтан емес, деп Анна Ивановна іле арашалай түсті. Ол пікірдің бәрі әлгі айтқан сары орыстың бәрі орыс деген пікірден шыққан. Орыс әкімдерінің бәрін мұрты тікірейген, шегір көз, нойыс, қатыгез, жауыз деп бағалайды. Әкім адам қайғалыққа да жақпайтын ежелден белгілі. Ал енді осы қырғыз қайсақтарың орыстың қай жақсын біледі екен, оны аңғардыңыз ба? Деп Ферафон топ өз сұрағын өз жауап берді. Ешқайсын білмейді, міне қараңғылық қайда. Неге білмесін, біледі. Орыстың Пушкинін де, Крыловын да біледі. Тіпті Евгений Онегиннің Татьянасында өлеңге қосады. Қазақ даласында айдауда жүрген Достоевскийді де, қазақ фольклорын жинаушы Ботанин, Радловтарды да қадір тұтады екен. Оларды жаңағы өзіңнің айтқан колониялық саясат үшін еңбек етіп жүргендер емес пе? Оларды да қадірлейді деңіз. Мейлі, халықтың әдет салтының ғұрпының тарихын зерттеуші ғалымдарды жабайы адамдарыңыз да бағалай біледі. Дос боп келіп құшақ жая аралассаң, қазақ жұрты жерінің бетіндегі байлыққан емес, жердің астында қазынасында аямайтын жомарт халық. Тек оған орыс адамын жек көрінішті етуге қақымыз жоқ. Мен сіздердей болсам, өзімнің орыстығыма ұялған болар едім. Охо, сіз өзіңіз демократ екенсіз. Бұратана халықтарға ондай демократияңыз жүрмейді. Оны бәрібір олар түсінбейді де, деп Ферафон топ нығарлай қызбылана сөйледі. Сіз неге түсіндірмейсіз? Нені түсіндіруім керек, қалай? Сөз аяғы айтысқа айналды. Ваша благодарие. Сіз ғой менімен сыпайы тәрбиелі тілмен сөйлесесіз, ал қазақ әйелдерімен тіптерлерімен солай сөйлесіп көрдіңіз бе? Қараңғы халық сыпайылықты түсінбейді, аюды үйрететін таяқ қана. Ал сіз оқыған тәрбиелі жерден шыққан адамсыз ғой. Неге өзіңізді малдармен қатар қоясыз? Ғафу етіңіз, Анна Ивановна. Мен қараңғы халықты сіз үйретеме десем, сіз олардан үйреніп жүр екенсіз ғой. Әйтпесе сыпайылық сіздің тарапыңыздан болса керек еді. Білімділігіңіз, мәдениеттілігіңіз қайда? Орыс адамның ақсүйектік қасиеті қайда? Сіз қараңғы халықты түсінбейтін кешше дедіңіз. Сізбен ваша благодарие деп қана сөйлеседі, ал тамыр деп атап көрді ме? Екі оязда оқыс күліп жіберді. Аннушка, егер олар мені тамыр десе, табан аузында аяқ қолына бұғау тағып сібірге айдатар ем. Ондай қорлығын Ақмоланың мұжығы ғана көтереді. Балықшыны балықшы алыстан таниды деп бір-біріне қойған аттарының ұсқынын қарашы. Әй тамыр, әй, знаком, дейді. Петя, сен сол сөздердің не екенін алдымен білдің бе? Білгім де келмейді. Ендеше мен айтайын, знаком дегені знакомый. Өзіміздің таныс адам, бөтен емес, жат емес дегені. Ал тамыр дегені көрен дегені. Оны әрине мұжықтарға ғана айтады. Мейлі соларға қайтсын, жер жыртып егін егуді үйреткен мұжықтарды туысқан десін. Біз оларға егін егіп тамыр бола алмадық. Әрине бола алмайсыздар, сіздердің еккеніңіз басқа егін ғой. Ол қандай егін тағы да? Шовинизм егіні, дұшпандық жаулық егіні, колонизация егіні. Сондықтан да сіздерді орыс ұлығы, ұлықтар дейді. Яғни ұлыған қасқырлар, жыртқыштар дегені. Екі оязда түршігіп қатты жүткірінді. Әйелінің тым еркін ашық сөйлеген саяси қате сөздерінен тіркеніп кеткен Измайлов сөз төркінін жұмсатқысы келді. Милая Аннушка, осы сөздерің
Этимологиясын қайдан естіп жүрсің? Кім үйретті? Ешкім үйреткен жоқ. Сұраған соң ақан айтты. Кешегі аты өлген ақан. Оқыған аз болса да түсінігі бай, не деген зерделі адам. Бәсе, өзі де аты өлсе өлгенде екен ғой, деп Ферапонтов темекісін тұтатты. Анна Ивановнадан кешірім сұрамай, сыпайылықты да ұмытып темекісін ызалана сорып, аузы мұрнынан түтінді будақтата шығарды. Бізде Байжанов Мұса деген Павлодар уезінен шығып, бүкіл Семипалатинск губерниясына лаң салып, бүлдіріп жүрген сотқар бар. Орысша білетіне қарап көтермелеп, старшина сайлап едік, бұрынғыдан бетер құтырды. Бүкірді қорғана дүзейді деген рас екен, қазір қашып жүр. Бұл ақын дегеннің бәрі бунтар. Егер бунтар болмаса, ақында болмас еді. Бір қызық, ақанда орысша жақсы сөйлейді, логикасы қандай? Деп Анна Ивановна ызалы ояздардың тәнін ауыртып, одан сайын шымшып алды. Сөйлетерміз әлі. Оларға орыс үйретпек түгілі қасыңа жақын жуытудың өзі күнә. Бұлар тағы да үнсіз ұзақ жүріп, кезі үйлеріне қарай беттеді. Әрқайсысы өзінше ойда келеді. Тыныштықты Ферапонтов бұзды. Бұл жолы Измайловқа күле қарап, қорқыта сөйледі. Петр Акакевич, сіз социал-демократиялық пікірдегі адаммен қалай қорықпай бірге тұрасыз? Таңым бар. Кейін өзіңізде осы пікірдің тұтқында қала көрмеңіз әйтеуір. Анна Ивановна, сіз аса көрікті әйелсіз. Сіздің еңсеңіз еріңіздің алдында тым биік. Тегі Петр Акакевичті Петербургке қайта алып кетерсіз мына түріңізбен. Әрине, департаментке емес, жасырын ұйымдардың біріне. Мына пікіріңізбен Қырғыз даласында орыс офицерін ұстап тұру Россия патшалығына онша қолайлы емес. Измайлов шын үрейленіп, Аннушканың әшейін бізге оңашада жасаған назы еркелігі ғой, деп ыржалақтады. Анна Ивановна да күлген болды. Ваша благодарие. Егер орыс патшалығы орыс офицерінің әйелдерінің пікіріне ғана назар аударса, сізде онша сенімді адам болмағаныңыз ғой. Әлгінде ғана біздің үйде де бір атана халыққа жаны ашитын нәзік жүректі орыс әйелі бар дегеніңізден танбайтын шығарсыз, деп алдын ала қарғаша салып орап тастады. Ферапонтовтың денесі мұп-мұздай боп түршігіп кетті. Анна Ивановна екі оязды қолтықтап ұстап тербеле сөйлеп келе жатқан. Қолына жұқа қара биялай киген жеңі ұзын қара көйлекті әйел білегіне оралған қара жыландай сезілді. Әңгіме біздің үйдегі әйелдің жүрегі туралы ғана еді. Сіздің сөзіңізде тым нәзік, пікіріңізде тым айқынырақ секілді екен, Анна Ивановна. Бір семьяда екі пікір, екі ой болу ұлы Россия империясының соры ғой, деді. Анна да қолын тартып алып шамырқана түсті. Екі пікірді, екі Россияның бәрінде ұмытпаңыз, ваша благодарие. Россияға қай пікіріңіздің сор екенін болашақ көрсетер. Ұлы Россияның тағдыры орыс семьясынан басталмақ. Деп Анна Ивановна қараңғыда Ферапонтовқа жиркене қарағандай болды. Петя, енді үйге барайықшы, ұйқым келе бастады. Ал ертеңге дейін сау саламат болыңыз, жақсы жатып жай тұрыңыз. Қырғыз қайсақтың меңіреу даласында алыста жүріп өзара айтылған қажетсіз әңгімелерге ғафу етіңіз, деп Ферапонтовқа қолын ұсынған Измайлов қолайсыздықты жуып шайғысы келіп қоштасты. Анна Ивановнаның өңі қашып, сырттан жүдеп келген бойы салулы төсекке шешініп, салқын атлас көрпенің астына кіріп кетті. Күйеуімен сөйлескен жоқ. Ұйқысы шайдай ашылып, не істерін білмеген ояз енді көңілін қатпен жұбатқысы келді. Петербургтегі бір жолдасына жазған бүктеулі хатын алып қайталай оқыды да соңғы абзацын жазды. Қымбатты досым, тағы да айтам, Семипалатинск уезіне келуіңді достық көңілмен қолдаймын, тілеймін. Қырғыз қайсақтар, вар кісі өлтіргіш, тұземін иктер деген құрғағаңыз екен. Бүгін бір үлкен тойда қырғыздар әжеп дауласты. Ұру дауы, әрине, біз оған араласқан жоқпыз. Бір-бірімен таласып жарақаттанған қасқырлар немесе басқа тіршілікті ұмытып ойнақ салған қырғауылдарды соғып алу қандай оңай болса, ұру таласымен өзді-өзі қырқысқан қырғыздарды да жеке-жеке ұрып алу қиын емес. Бір сөзбен қырғыз қайсақ сырттан келген әкімге пәлендей жамандығы жоқ. Жаулықты сырттан емес іштен іздейтін ұсақ даудамай, ұру таласынан аспайтын бейғам момынғалық. Бұл жақтың негізгі тамағы ет. Етті қолымен ұстап көсіп жейді. Қасық айыр дегенді білмейді. Бұл жақтың байлығы да сондай, қасықтап алмайсың, күрекпен күрейсің.
Көп ұзамай Қырғыз қайсақ жері ұмтылып, Россия шекарасына қосылып кететініне де шек жоқ. Мал сияқты бейберекет жайылған халық. Қаша мойнына бұғалық салғанша табандап жайылған жылқыларша еш қауіп ойламайды. Саясаттан да бейхабар. Бар уайым бұл жақта ел қауымын табу қиын. Жабайы халықтың өте қызғаншақ келетінін білесің ғой. Жабайы әйелдерді еркегіне аса сенімді, соқыр сезіммен көзсіз берілген хайуандар. Цивилизациялық елдегі кеңдік шіркін қайдан болсын. Болашақ Россия жерінің алғашқы қарлығаштарының бірі болуыңа тілектеспін. Саққұлақ Ерейменнің қырқасына көтеріле беріп атынан түсті де қасындағы балаға шылбырын ұстатып Қусақ көліне қарап тұрып қалды. Жыпырлаған киіз үйлердің маңында тірі жан көрінбейді. Бастары салбыраған бірен-саран аттар ғана әр белдеуге байланған. Күнде қымыз ішіп, ет жеп, көшеде сапырылысып жататын 300-дің азаматы әр үйде жасырын сыр ұрлап, әлденеден боқып қалғандай. Сауық сайраннан айырылған жұрт бүгін ғана Сағынайды жерлеген, қара жамылған қайғылы елге ұқсайды. Тек Қусақ көлінен анда-санда гүрс етіп мылтық атылса, бұрын мұндай сұмдықты естімеген марғау құстар аспанға тік көтеріліп, қайда барарын білмей шырқ айналып ұзақ жүреді де, көлдің екінші жақ басындағы жалтырға құлдилайды. Құс атып жайбарақат жүргендер екі ояз, қастарынан Нұрмағамбет кеше елден қай қалдырған. Саққұлақ алыста белдеулеген көкөзекке қарады. Бүгін ақанның қасында болып қайтқан, сері қайғысына жаны күйзелген көп ақындар, жайық бастаған біраз шалдар сонда екен, бәрі үнсіз. Құлагердің басын құшақтап егілген ақанды қоршай отырыпты. Ақан алдында қазылған ор. Құлагер, құлыныңнан керімедің, нағашым сұрағанда беріп едің, деп ақан баяу ыңылдап жоқтау айтқан шерменде бір үнмен ескен желдей гуілдеп зарлап отыр. Шынымен өлгенің бе, құлагерім, салбырап саптаяқтай төменгерінің. Қайғылы серге ешкім басып айталған жоқ. Арасында аһ ұрып, ұқылып, теңселе түсіп ұзақ зарлағанда жұрт көзінен жас тамшылап үнсіз тыңдай берді. Жібектей күлтеленген құйрық жалың, қапыда өлік беттің жануарым. Өлді деп жануарым естігенде, шықпады уақыт жетпей шыбын жаным. Құлагер, айналайын шабысыңнан, атағың елге шыққан дабысыңнан, біліп ем өлеріңді құлагерім, шыңғырған түсімдегі дауысыңнан. Әлден уақытта жасты көзін көтерген ақан жұртқа қарап, ал ағайын тумалар, құлагердің қайғысымен болып көңіл бұрмады деп сөкпеңіздер. Қайтейін, қасымда қалған жалғыз серігім көңіл жұбатар қуанышым еді. Мұны да қоймады. Елім жұртым деп жүргенде қаскөйлер құрған суық қақпанға түсе беретін не жазыппын. Сырымбет саласында да тартып едім сазамды. Кіндігімнің қаны тамған қаратал қойнында да көрдім көресімді. Енді міне айдалада Ереймен баурайында сынып түскен қанатымды қалдырып барамын. Құдай тағала қара мылтығын оқтап елімнің әр жауызына бір-бірден ұстатып қойған екен. Не шара, деп даусы дірілдеп тоқтады. 10 шақты жігіт астына арқан салып құлагерді терең жамбыға түсіре бергенде көзінен жас сорғалаған ақан, апыр-ай, абайлаңдаршы, бір жерім мертіктіріп алмаңдаршы деп тағы да егіледі. Саққұлақтың қазірде көз алдында ақан, құлағында ақан үні. Топ ақынның алдында құлагердің ер тоқымын арқалап күн батысқа жаяу тартқан ақанның жапан түзді аңыратып зарлап бара жатқан, ащы күйіктен төгілген тұла бойы шым-шымдап шымырлатқан құлагер әні ақын зары. Құлагер, топтан озған жүйрігім-ай, құлпырған ара құндыз құйрығың-ай, түбіне Ерейменнің айдап келген құдайдың о дүния, қарай қойшы бұйрығын-ай. Бәрі бай-ай, керім-ай-ай, бай-бай, беу дәриғай. Сағынай асын тастап, ақанның соңын ерген бар ақын әнші құлагерге қосыла күңіреніп, ымырттағы құбыланы бетке алып ұзап барады. Арада 4-5 күн өтті. Терістіктен қатты жел тұрған әнші күйшісінен айрылып, балағынан жел үрлеген Сағынай асы да ұлыған ессіз далада язынап тұр.
Түндүктөрү жалп-жалп еткен сықырлау үйлерінің үстінен желмен бірге қара дауылмен ілесе жөңкілген екиіні салбыраған ұсқынсыз қара сабалақ бұлттар кеп төпелеп жауып кетті. Артыншақ ауыл үстінен улап-шулап аттандаған үн басты. Маңдайларынан қан сорғалаған 3-4 аттылы құйындатып кеп Сағынайды қайта тірілткендей айғай сүрен салып қотанға үреймен жеткен. Барымта, барымта, аттан, мың қаралы жылқыны сыпырып сиырып айдап кет. Қолды болды қайран мал. Үйден жүгіре шыққан керей шонжарлар, кім, қашан деп көздері шатынады. Қарауылдар, қарауыл, аттан, чап жауға, қоныңдар атқа. 1970 жыл. Бірінші кітаптың соңы. Оқыған диктор Жұмабек Әлімханұлы.